Полицейлер алтынды заңсыз өндіретін кен орынды анықтады. Абай облысында алтынды заңсыз өндіретін кен орын анықталып, қылмыстық топтың мүшелері ұсталды. Олардың арасында 7 шетелдік азамат та бар. Ішкі істер министрлігі ұйымдасқан қылмысқа қарсы күрес департаментінің бөлімшелері Абай облысы Жарма ауданындағы Елдібай учаскесінде құрамында алтын бар материалды заңсыз өндірумен, өңдеумен, жер қойнауынан өз бетінше пайдаланумен және заңсыз көші-қонды ұйымдастырумен айналысқан қылмыстық топты ұстады, делінген Ішкі істер министрлігінің хабарламасында. Министрліктің хабарлауынша, бұл оқиға Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 287 бабы 3 бөлігі бойынша тіркелді. Полицейлер Жаңғыз Төбе кентінен 30 шақырым жерде алтынды заңсыз өңдеуге 2 цехты тауып, 13 адамды ұстады. Олар кен орнынан 100 тонна алтынды заңсыз өңдеумен айналысқысы келген. Ұсталғандардың салмағы 2 килограммнан асатын жарылғыш аммонит және улы сынап заттар, сондай-ақ өндіруге қажетті жабдықтар табылып тәркіленді. Қылмыстық топтың ұйымдастырушысы заңсыз цехтардың иесі болған. Ол да қамауға алынды.